12 ночи они залезли к ним домой, дети спят, они вот так перешагивали детей, забрали, телевизор, вынесли ночью. Представьте, а если кто-нибудь проснулся, бы точно кого-то убили бы и все. Алматы облысы Іле ауданы Жетіген ауылындағы әскери қалашық тұрғындары соңғы кездері пәтер тонаушылардың күрт көбейгеніне шағымданады. Олардың сөзінше негізінен әскери қызметкерлер тұратын қалашықта өмір сүру қауіпті бола бастаған. Вот у нас обворовали за неделю 15 квартир. Тұрғындар ашықтан-ашық тонауға көшкен ұрылардың өздерінде көліктерінде бірнеше рет көріп полицияға хабарладық дейді. Номер машины известен. Все известно до сих пор. Они на этой же самой машине подъезжают каждый раз. Открываю дверь. И он, бедненький, раз от двери отскочил и смотрит на меня. Әскери қалашық тұрғындарының бірі Әсел Ескендір қызы үйге ұры түскен сәтте ұйықтап жатқан балаларының аман қалғанына қуанады. Алдыңғы күні дейтін осы біздің үйге түсіп, сағат 1:20-ларда ұрыға түсіп, дейтін бүткіл ультрабукты, планшет, ақша, алтын дегендердің бәрін алып кеткен. Екі балам ұйықтап жатыр еді залда. Әскери қалашықтағы пәтер иелері кооперативінің аты жөнін толық айтқысы келмеген төрайымы пәтер тонаушылар көбейгенін жоққа шығармады. За последний месяц, да, около 12 краж. Әскерилер қалашық ретінде қорғаныс министрлігіне қарасақ та, ауыл мен тыныс тіршілігіміз бір деген тұрғындар Жетіген ауылында да ұры көбейді дегенді айтады. Ал Жетіген ауыл әкімінің орынбасары болса, кез келген ауыл секілді біздің ауылда да ұрлық бар, бірақ оны полициядан сұраңыздар дейді. На сегодняшний день я точную вам цифру не могу сказать, сколько совершено краж по селу Жетіген. Это только сводку можно взять у полицейских. Жетіген кенттік полиция бөлімшесінің басшылары тілші сұрағына жауап беруден бас тартты. Қылмыскерлерді іздестіріп жатырмыз деген полиция бастығы Құрманғалиұлы халық айта береді деді. Іле аудандық полиция басқармасы айналасындағы биік қоршаудан өткізген де жоқ. Ал әскери қалашық тұрғындары енді қорғаныс министрінен бір қайран бола ма деп үміттенеді. Нового министра обороны прямо вот сюда приглашаем, через ваш канал. Пусть приедет и посмотрит, в каких мы условиях живем. Асылхан Мамашұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.